Сәлем достар, бүгін сіздермен самса жасайтын боламыз. Ең алдымен біздің каналға тіркеліп, видеоға лайк басыңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай, біз дайын дүкендегі самсаның тестасымен самса пісірайық деп жатырмыз. Көріп тұрғандарыңыздай, тура осы видеодағыдай самсаны алып, оны бірнеше бөлікке осылайынан бөліп, қазір самса жасайтын боламыз. Бұл уақытыңызды өте үнемдейді. Қарап тұрғандарыңыздай, міне бірнеше бөлікке бөліп алдым. Оны дәл осылай етіп домалақтап ұнға аунатамыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай барлығын аунатып жатырмын. Достар, енді біз салмасын дайындаймыз. Ол үшін кәдімгі тартылған фаршқа бұрыш қосып, сарымсақ қосып, жақсылап отырып осылайынан араластырамыз. Міне дайын болған жәнегі домалақтап қойған тесталарымызды жайып аламыз да. Ішіне жәнегі дайындап қойған фаршымызды саламыз. Сіздер тауықтың етін салсаңыздар да болады, сыр салсаңыздар да болады. Мен фаршпен істеуді жөн көрдім. Міне дәл осы видеодағыдай етіп, жақсылап жабамыз самсамызды. Міне көріп тұрғандарыңыздай барлығын дайындап алдым. Уақытымыз өте үнемді, тез уақытта жасалады. Енді бұны духовканың формасына салып, жұмыртқаның сарысынан бетіне жағып шығамыз. Достар, видеоны көріп астына комментарий жазыңыздар, видеоға лайк қойыңыздар, міндетті түрде біздің каналға тіркеліңіздер. Міне көріп тұрғандарыңыздай, біздің самса уже пісіп болды. 180 градуста 25-30 минутта самсамыз пісіп қояды. Рецепті описанияға жазатын боламын. Сіз де дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіз. Астына міндетті түрде комментариймен бөлісіңіздер. Көріп тұрғандай өте дәмді, жұмсақ, қытырлақ, өте дәмді шықты. Сіз де осы рецептпен жасап көріңіз. Барлықтарыңызға сәттілік ас болсын.